Өрісте жайлап жүрген көп қойдың ішінен бір арық-салық қой жалғыз өзі бөлініп қалады. Қалың шидің арасынан бір қасқыр шыға келіп: Жергасым, қайдан жүрсің? Іздегенде мұндай кездестіре алмас едім. Бұйырған дәмге сөз жоқ. Енді мен сені жеймін, дейді. Қой тұрып: Жейтін болсаң, ажалым жеткен екен, бірақ өзіңде мал танық жедің ғой. Қаны қампиған, пұты тыртиған, аузында ақ жүні жоқ, бір асам еті жоқ, тұла бойы жандыр. Мені қайтесің? Мені босат, қоралы қойға қайтайын. Қозымды саған әкеп тартайын. Жылы жұмсақ сен жемегенде кім жейді? Депті. Жылы жұмсақты деген сөз қасқырды қызықтырады. Қойды босатып қоя береді. Қасқыр жұтынып қойдың бағланын күтеді. Қой да бағланда жоқ. Қасқыр түңіледі. Қой баласы момын ғой, алдауды білмеуші еді. Сірә оны ешкі антұрған азырған болар. Барып көрейін, деп жорта жөнеледі. Бір белеске шығып төңірекке қараса, алдында қызылшаны күрт-күрт шайнап тұрған бір ешкі жүр екен. Көп қойда, қойшы да алыста екен. Іздегенім сен едің, деп қасқыр ешкіні бас салады. Жанымды алып қалуға себепші болар ма екен, деп ешкі: Атаң да, анаң да жақсы еді. Қой тұрғанда олар ешкіні жемеуші еді. Мен қарапайым ешкі де емеспін. Тойда билеп торқа киген ешкімін, деп суылдырта жөнеледі. Ешкі билейді дегенді естіген емеспін. Ондай өнерің болса көрсет, дейді қасқыр. Ешкі: Ендеше көз айырмай аяғыма қара да тұр. Мен бір билеп көрейін, дейді де, ешкі олай-бұлай секіре-секіре жылт беріп көп қойдың арасына кіріп кетеді. Сол арада қойшы да келіп, ешкі де аман қалған екен.